Сәлем достар, бүгін бізде ағылшын тілінен бірінші сабақ present simple осы шақ. Жалпы present simple деген не және де оны қай кезде қолданамыз? Жалпы present simple'ды біз үнемі қайталанатын әрекеттерді айтқан кезде адамның әдеті, яғни привычки, күн тәртібі, сонымен қатар белгілі факттар мен табиғат заңдылықтарын сипаттаған кезде қолданамыз. Мысал келтірейік. I get up at 8 o'clock. Мен сағат 8-де тұрамын. Астана is the capital of Kazakhstan. Астана Қазақстанның астанасы. Яғни бұл жерде факт айтылып тұр. She lives in Астана. Ол Астанада тұрады. They work together. Олар бірге жұмыс жасайды. Present simple'да сөйлемдерді қалай құраймыз? Бізге ол үшін жүктеу есімдігі және де оған етістікті қосамыз. Мысалы, қазақ тілінде мен, сен, ол, олар дегенді біз ағылшын тілінде I, you, he, she, it, we, they дейміз. You деген бұл сен және сіз деген мағынаны білдіреді. He бұл ер адамдарға, she әйел адамдарға, it жансыз дүниелерге айтылатын сөз. Оған етістікті жалғаймыз. Ал he, she, it есімдіктерін қолданған кезде етістікке s жалғауын жалғаймыз. Егер де етістік осы суретте беріліп тұрған сөздерге, әріптерге аяқталатын болса, онда оған s жалғауының орнына s, яғни e әрпі бар жалғауын жалғаймыз. Ал егер етістік бізге y әрпіне аяқталатын болса, яғни біздің қазақша алфавиттегі u әрпіне ұқсас әріпке аяқталатын болса, онда оның орнына I әріпін қойып және де оған жалғасты s жалғауын жалғаймыз. Енді мысал келтірейік. I go to school. Мен мектепке барамын. He goes to school. Ол мектепке барады. Яғни бұл жерде he қолданып тұрғандықтан етістіктің біз формасын өзгертіп, оған s жалғауын жалғаймыз. He goes to school. Келесі, I try to do it. Мен бұны жасауға тырысамын. She tries to do it. Ол бұны жасауға тырысады. Жаңағы бізде айтып кеткен ереже бойынша try сөзі tries сөзімен алмастырылды. Келесі, I play tennis. Мен теннис ойнаймын. He plays tennis. Ол теннис ойнайды. Біз бұл жерде үшінші шақ болғандықтан етістікке s жалғауын жалғадық. Ол ешқандай да I әрпіне ауысып кеткен жоқ. Бұның себебі жаңағы ең соңға айтып кеткен ережеміз кез келген етістіктің түріне жарай бермейді. Келесі, present simple'дағы сұраулы сөйлемдер. Жалпы сұраулы сөйлемдерді құрау үшін бізге міндетті түрде do, does деген көмекші етістіктер қажет. Олар сөйлемнің ең басында тұрады. Егер I, you, we, they'ді қолданатын болсақ, онда бізге do, ал егер he, she, itті қолданатын болсақ, онда бізге does көмекші етістіктері қажет. Сонымен қатар сұраулы сөйлемдерде he, she, itті қолданған кезде етістікке s жалғауын жалғап қажет емес. Енді сұраулы сөздерге назар аударатын болсақ, ағылшын тілінде present simple'да who, кім, what, не, where, қайда, when, қашан, why, неге, how, қалай деген сұраулы сөздер бар. Who, what сөздерін қолданған кезде do мен does көмекші етістіктерін қолданбай қойсақ та болады. Себебі жаңағы айтып кеткен who, what сөздерінің өзі бастауыштың қызметін атқарып тұр. Мысал келтіретін болса, who wants to go to the cinema? Кім киноға барғысы келеді? Яғни бұл жерде біз who'ды қолданып тұрғандықтан ешқандай да do, does көмекші етістіктерін қолданып қажет емес. Сонымен қатар want етістігіне s жалғауын жалғаймыз. Ал егер жалпы сұраулы сөйлемдерге мысал келтіретін болсақ, онда do you study at school? Сен мектепте оқисың ба? Does she study at school? Ол мектепте оқиды ма? Яғни she болғандықтан біз сөйлемді does көмекші етістігінен бастаймыз және де study етістігіне ешқандай да жалғау жалғамаймыз. Where do you live? Сен қайда тұрасың? Why does he left? Ол неге кетіп қалды? Present simple'дағы болымсыз сөйлемдер. Жалпы болымсыз сөйлемдерді құрау үшін бізге міндетті түрде do not, does not көмекші етістіктері қажет. I, you, we, they'ді қолданған кезде do not, яғни қысқаша don't. He, she, itті қолданған кезде doesn't, немесе does not'ты қолдануымыз қажет. Мысал келтіретін болсақ, I don't want to play tennis. Мен теннис ойнағым келмейді. She doesn't want to play tennis. Ол теннис ойнағысы келмейді. Мысалға, егер сізге біреу сұрақ қоятын болса, do you want to play tennis? Яғни сен теннис ойнағың келеді ма десе, no, I don't. Жоқ, мен ойнағым келмейді. Немесе қысқаша yes, I do. Я, мен ойнағым келеді деп жауап берсеңіздер болады. Енді келесіде present simple'дағы жиі қолданылатын сөздерге назар аударсақ. Біріншісі usually, әдетте, always, үнемі, sometimes, кейде, often, жиі, never, ешқашан, every day, әр күн сайын, every week, әр апта сайын, every month, әр ай сайын, немесе in the morning,
afternoon or evening, яғни in the morning таңертең, in the afternoon түсте, in the evening кешке. Осы сөздерді қолданылатын болсақ, онда біздің сөйлеміміз present simple'да тұр деген сөз. Келесі экранда көріп тұрғандарыңыздай үй тапсырмасы. Төменде берілген 5 сөйлемді present simple'да қолдана отырып ағылшын тіліне аударуларыңыз қажет. Егерде осы сөйлемді дұрыс аударған болсаңыздар, онда сіздер present simple'да толық меңгердіңіздер деген сөз. Жауабын комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.